Сәлеметсіздер ме оқушылар? Көңіл күйіміз қалай? Жақсы демалдыңыздар ма балалар? Ендеше бүгінгі сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сауатташу сабағында біз мектеп асханасы жуан және жіңішке дауысты дыбыстар деген тақырыппен танысамыз. Сауатташуымыздың 17-18 бетін аша қояйық. Бүгінгі сабақта біздер балалар сабағымыздың мақсаты оқиғаның ретін сақтай отырып баяндауды үйренеміз. Сөз, сөйлем, мәтінді тексеруді, қателерін түзеуді үйренеміз. Сонымен бірге мәтіннің мазмұнын иллюстрациясы бойынша болжауды үйренеміз. Балалар, алдымен есімізге түсірейікші. Дауысты дыбыстар дегеніміз не? Дауысты дыбыстар нешеге бөлінеді? Дұрыс айтасыздар, жуан дауысты дыбыстар және жіңішке дауысты дыбыстар бар екен. Жуан дауысты дыбыстар қалай айтылатын еді? Жуан естіледі, иә, дұрыс айтасыздар. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, О. Жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Е, Ö, Ү. Жарайсыздар балалар, үнемі естеріңізге сақтап жүріңіздер. Ендеше оқулықтағы 17-ші беттегі бірінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы. Бәріміз бірге оқимыз. Аспазшы, сәбіз, орам жапырақ, картоп, қызанақты ұсақтап турайды. Туралған көкөністерден дәмді тағамдар даярлайды. Оларды турағанда аспазшының қолына жұқпайды. Мен қалай тез турайсыз деп сұрадым. Аспазшы әр іс көп жаттығуды керек етеді ғой деп жауап берді. Балалар, мәтінді бәріміз бірге оқып шықтық. Енді мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Мәтіннің мазмұнын айтып көр. Мәтінде кімдер туралы айтылып тұр? Мәтіндегі негізгі кейіпкер ол аспазшы мен бала туралы айтып тұр, иә? Ендеше мәтіннің көмегімен мәтіндегі соңғы сөйлемнің мағынасын түсіндіріп көр. Мәтіндегі соңғы сөйлем әр іс көп жаттығуды керек етеді ғой деп жауап берді. Аспазшының жауабы. Яғни балалар, әркім өзінің сүйген ісін күнде қайталап жасаса, ол үнемі сол іске жаттығып кетеді екен. Ендеше осы мәтіндегі тағам, сәбіз сөздеріне дыбыстық талдау жасайық. Дәптерімізді ашайық. Бүгінгі күннің жадын жазайық. Сәуірдің 13-і. Бірінші жаттығу. Тағам және сәбіз сөздерін жазып, дыбыстық талдау жасай қойыңыздар. Жарайсыздар балалар. Енді екінші жаттығуға назар аударайық. Жұмбақтың шешуін тап, жатқа жаз. Аспай піскен, қайнамай түскен. Әуелі жаттайық. Жатқа жазудың ережесін есімізге сақтайық. Ішімізден 4 рет қайталаймыз жұмбақты. Және қайталап болғаннан кейін кітапты жабамыз. Дәптерге жатқа жазу деп жазамыз. Және жұмбақты жазамыз. Бұл жұмбақтың шешуі не балалар? Жеміс. Жарайсыздар. Жатқа жазып болсаңыздар, кітапты ашып, өзің тексер. Жарайсыздар балалар. Келесі үшінші жаттығуға назар аударайық. Ребусты шешіңдер. Бұлар мектеп асханасындағы тағамдарда кездесе ме? Бірінші суретте карта. Карта дегендегі соңғы әріпті алып тастаймыз. Екінші суретте доп. Доп дегендегі басындағы әріпті алып тастаймыз. Сонда қандай сөз шықты? Картоп. Картоп мектеп асханасында кездеседі ме? Кездеседі, тамаша. Келесі. Бірінші суретте ай, оған қ әріпін алдына қоямыз. Қай деген буын шықты. Екінші суретте лақ. Лақтағы лыны алып тастаймыз. М әріпін қосамыз. Сонда мақ.
Қаймақ тағамның аты. Бұл да мектеп асханасында кездесетін тағамның түрі. Жарайсыздар балалар. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Мына тест сұрақтарына жауап берейік. Бірінші сұрақ. Дыбыстар нешеге бөлінеді? А. 2-ге. Бірінші 2-ге. Екінші жауап 3-ге. Үшінші жауап 4-ге. Екінші сұрақ. Дауысты дыбыстар тап. Бірінші жауап Т, П, С, Е, К. Екінші жауап А, Ә, О, Ö, О, Ö, Е, И. Үшінші жауап П, Н, С, Г, Р, Л. Үшінші сұрақ. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? Бірінші сұрақ 2-ге жауап, екінші жауап 4-ге, үшінші жауап 3-ге. Ойланайық. Өзіміздің білетін жауабымызды белгілейік. Өзіңді өзің тексер. Бірінші сұрақ. Бір дыбыстар нешеге бөлінеді? 2-ге бөлінеді екен. Дұрыс. Екінші. Дауысты дыбыстар тап. А, Ә, О, Ö, О, Ö, Е, И. Үшінші. Дауыссыз дыбыстар нешеге бөлінеді? 3-ге бөлінеді. Қатаң, ұяң, үнді. Жақсы балалар, мен сіздердің бұл сұраққа толық дұрыс жауап бергендеріңізге сенемін. Ендеше балалар, үйге тапсырма 18-ші беттегі 4-ші жаттығуды орындаймыз. Жаңылтпаштарды жатқа айтамыз және сөздердегі Ы дыбыстарының бір-біріне ұқсастығы мен бір-бірінен айырмашылық өзгешелігі неде екенін Вен диаграммасына саламыз. Балалар, бүгінгі сабақ сәтті орындалды десеңіздер, дәптерлеріңіздің астына жасыл жолақты саласыздар және ішін бояйсыздар жасыл түске. Белгілі бір қиындыққа кездескен болсаң, жолақты салып, ішін сары түске бояңыздар. Егер саған сабақ барысында тапсырмаларды орындау қиын болып, мұғалімнің көмегі қажет болса, жолақты қызыл түске бояйсыздар. Осы 3 жолақтың біреуін таңдап, дәптеріңіздің астына бояп белгісін салып қойыңыздар. Мен сіздердің қаншалықты түсінгендеріңізді содан байқаймын. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.